Бұл тұрғын үй Омега шағын ауданында Орал қаласында салынып жатыр. Біз оны қаңтарда бізге осына тиісті бір ақпарат түскен болады. Және де барып қарадық, сұраулар бірнеше жолдадық. Бұл жерде кезінде арнайы қабылдап тарату режим объекті полицияның болды. Және 21 жылы оның нысаналы мақсатын, яғни жерін ауыстырған екен, яғни тұрғын үй салуға деді. Полицияға жолдау жіберсек, олардың жауабына сай, яғни бұл полиция қызметкерлеріне жеңілдетілген арзан бағамен үй салып береміз деген уәделерін берді. Олар құрылысты салу туралы арнайы рұқсатты тиісті органға, біздегі сәулет құрылысына бақылау басқармасына тек биыл жіберген екен. Өзіңіз білесіз, бұл құрылыс соңғы 2 жылдың шамасында жасалып салынып жатыр. Ол біріншіден. Екіншіден, барып көргендегідей жанында 15 метр жерде темір жолы жатыр. Яғни, егер болашақта тұратын тұрғындарға қаншалықты ол жер, енді біріншіден қауіпсіз болады, бала-шаға жүреді, ойнайды, машина өтеді. Екіншіден, қаншалықты ол жайлы болады. Енді түнде, күндіз, таңда пойыз үлкен өткен кезде, және жай пойыз емес, ол жерде асфальт заводы бар, ана жерде қоймалар бар, бірнеше біз үлкен фирмалардың, яғни жүк составтар бұл жерде жүретін болады. Яғни осындай бірнеше бұзушылықтары бар, және де біз тиісті сұрау жолдаған болатынбыз, мемлекеттік экспертизадан өткен жоқ дейді. Өзіңіз білесіз, заңға сәйкес 5 қабатты үйден жоғары асатын болса, яғни 6-7 қабат мемлекеттік сараптама өтуі тиіс. Яғни бұл жерде жекеден өткен шығар, бірақ жекеден қалай өтті? Сол сұрақ туындатады.